Қайырлы күн достар, менің есімім Салтанат Мінайхан, Q4 Business School'дың негізін салушылардың бірімін. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз өз салаңда қалай номер бірінші болуға болады, шебер атанудың жолы туралы әңгіме қозғамақшымыз. Бұны тереңірек түсіну үшін бір нишаны, бір өнімді мысал ретінде ала кеткенді жөн көріп отырмын. Мысалға алайық, мен немесе сіз аяқ киім өндірісімен айналысасыз. Сіздің бизнесіңіз отандық өнімді кез келген салада ала берсек болады, аяқ киім өндірумен айналысасыз. Бұл салада номер бірінші болу үшін сіз бірінші кезекте өндіріс саласы бойынша барлық білімді білуіңіз керек. Яғни сіздің аяқ киім жасайын деп жатқан өніміңізге ұқсас басқа да аяқ киімдерді өндіретін зауыттардың талаптарын, олар қалай жасайды, қалай артықшылықтарға ие болып жатыр, олар қалай жарнама жасап жатыр, түгел өзіңізге ұқсас саладағы өндірістің айналасындағы дүниелердің барлығын білу керексіз. Мысалға алатын болсақ, сіздің аяқ киіміңіз былғарыдан тігіледі. Былғарыдан тігілетін болса, басқа осы салада былғарыдан тігіп жатқан компаниялар қандай өнімдерді қолданып жатыр, және де олар клиентке дейін қандай әрекеттермен жеткізіп жатыр, және де ол былғарыны аяқ киімге айналдыру барысында қандай концепциялар жүреді, қандай мамандар жұмыс жасайды, қандай шеберлердің дәрежесі қандай, түгел осының барлығын сіз білу керексіз. Осының барлығын ұйымдастыра алу сізге міндет болып табылады. Екінші кезең, бұның барлығын жасайтын стандартты білім. Бұл стандартты кез келген, былай айтқанда адам жасайтын бұл шаблонды білім деп аталады. Яғни бұны білсеңіз, сіз қатардағы не өспейтін, не өшпейтін кәсіпкерлердің қатарына осыны толық білсеңіз қосыласыз. Екінші, сіз олардың қатарынан озып алға шығу үшін сіз мамандармен кеңесесіз, мамандармен бірге жұмыс жасайсыз. Бұл жерде сіздің командаңызда жұмыс істейтін мамандар ол бір басқа, екінші кезекте осы өнімді жақсы жасайтын адамдармен сіз жолығу керексіз. Бұл жерге мамандар деген кезде мамандардың қатарына сіздің осы саладағы менторыңыз, осы саладағы сіздің ұстаздарыңыздың барлығы кіре береді. Сондықтан сіз жүрген жеріңізде аяқ киім өндіретін, аяқ киім өндіруге қатысы жоқ. Осыған мысалға алатын болсақ, сіз аяқ киімді тігу бір басқа, аяқ киімнің дизайнын жасау бір басқа, сіз аяқ киімді тігетін бір маманмен кездесіп консультация аласыз. Біреу емес, бірнеше жүрген жеріңізде жолықсаңыз, шетелде болсын, көшеде болсын, қай жерде сондай бір маманды жолықтырасыз, сіз біліміңізді жетілдіріп, сол адамдардан былай айтқанда білім өзіңізге алып отыратын боласыз. Екінші, ол аяқ киім дизайніне байланысты. Сіз дизайнды қалай жасау керек, қалай ерекшеленесіз, онда дизайнерлермен жолығасыз. Екінші, аяқ киіміңіздің былай айтқан кезде табаны, оның бауы, оның барлығы бір аяқ киімнің өзі былай айтқан кезде неше түрлі этаптан өтіп, неше түрлі зауыттардың өнімдерінен құралған өнім ретінде халыққа жетеді, сіздің өніміңіз пайда болады. Сондықтан соның барлығына жеке сіздің менторыңыз болса, онда нұр үстіне нұр. Яғни сіз өндірістік деңгейден екінші деңгейге шығасыз. Бұл жерде басқа да мамандардың консультациясы өте керек деген кезде былай. Аяқ киім өндіріп жатсыз. Ол аяқ киім адамның денсаулығына және де аяққа өте қалыпты тұруына әсерін тигізетін мамандарды зерттеу керек. Денсаулық саласына қалай әсер етеді, сіз дәрігерлермен, кез келген аяқ киім саласы ғана емес, басқа саладағы өз саласында үздік болған мамандардан консультация алу керек. Сіз аяқ киім тігесіз, бірақ сіз аяқ киім ғана тігіп нарықта үздік болған маманмен емес, сіз маркетологтармен, басқа да салада үздік болған ғалымдармен, құрылыс саласында үздік болған мамандармен, барлығымен сіз осы өзіңіздің салаңызда ол адамдардың сізге беретін кері байланысын, сізге беретін кеңестерін міндетті түрде жинақтап өзіңіз қорытуыңыз керек. Сол кезде сіздің басыңызда өзіңіздің өніміңізге байланысты үздік болудың, өзіңіздің былай айтқан кезде ешкімге ұқсамайтын жолдарыңыз, ерекшеліктеріңіз қалыптасады. Енді келесі кезең, осы екеуін дұрыс жасап, өндіріс және мамандардан толық дұрыс ақпарат ала алған жағдайда адам өзінің өніміне байланысты өзі шешім шығара бастайды. Аяқ киім деген бұл баяғыдан бар нәрсе, бұл туралы барлық дүние жазылған, істелген, жасалған. Бірақ сіз осы екі етапты дұрыс өтсеңіз, сіз жаңалық енгізе бастайсыз. Сіздің ерекше аяқ киімдеріңіз дүниеге келе бастайды. Бұл жерде сіздің нестандартный деп атайды, яғни ережеге бағынбайтын,
рамкаға сыймайтын сіздің өзіңіздің фантазияңыз қосыла бастайды. Егер де осы етап дұрыс жасалса, өндіріс маман дұрыс жолға қойылса, дұрыс осыны сіңірсеңіз, сіз өзіңіз құрастыра бастайсыз. Мысалы, доктор, профессор деген адамдардың барлығы белгілі бір осы екі этаптан өтіп, өзі сол туралы кітап жазғаннан кейін, докторлық диссертациясын қорғағаннан кейін оған доктор деген атақ береді. Тура сол секілді бизнесте де сіз өзіңіз осы екі этаптан өткеннен кейін дүние шығара бастайсыз. Сіз аяқ киімді қалай дұрыс тігу туралы, аяқ киімді қалай нарықта үздік ету туралы өзіңіз кітап жазуыңыз мүмкін. Сіздің упаковкаңыз, сіздің маркетинг саласындағы сіздің ұстанымдарыңыз, әрекеттеріңіз мүлде ешкімге ұқсамайтын болады, достар. Осы жағдайда сіз нарықтағы номері бірінші лидерге айналасыз. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да осы лидерлік сізге титулы берілетін болады. Яғни қазақша айтқанда өз ісіңіздің шебері боласыз. Өз ісінде шебер болу үшін әр адам осы үш этаптан өтуі керек. Құрметті досым, бұл ақпарат саған пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі біздің керемет кеңестерімізді жіберіп алмау үшін Q4 Business School'дың YouTube каналына тіркеліңіз. Сол жерде біздің болашақ білімдеріміз, болашақ контенттеріміз салынатын болады. Және де біздің мастер-класстарымыздың тегін ақпарат видеолары болады. Сондықтан біздің YouTube каналға тіркелу арқылы сен өзіңнің біліміңді жетілдіре аласың. Осы кезекте, осы сәтті жіберіп алма, досым.